Менің жұмысым мынау жүк көлігін айдаймын ғой. Дальнобойщикпіз ғой жалпы. Осы СНГ-да жұмыс жасаймын да. Қалай өзгеріп жатқанын көзбен көріп жүремін постоянно ше, кәдімгідей. Мынау машинеде температура тұрады да, сырттағы температураны көрсетіп тұрады таблода. Ә, бір сағатта қанша жүресің мысалы? 70-80 шақырым жүресің да, 70-80 шақырым ішінде ана температура кәдімгідей былай ойнап жатады ғой. Мысалы айтатын болсақ, 20 градуста тұрады ғой. Бір жерде 15 болып тұрады да, бір жерде 10 градусқа бірден түсіп кетеді. Демек, бір сағаттың ішінде сол 60-70 шақырым ара қашықтықта кәдімгідей жаңа сырттағы температура ойнап жатады. И осы нәрсенің бәрін көре келе, и көзбен де көріп жүрсің мынау сыртта болып жатқан жауындарды, аяқ астынан желдің тұрып кететіні, ызғар желге вроде жып-жылы болып тұрады жаңағы далада. Бірақ көлең жерлерде кәдімгі мынау мидан өтіп кететін салқындар болып жатады. Осы күндердің өзінде, осы күздің кезінде. И енді бұл нәрсенің бәрі адам болғаннан кейін алаңдатады да. Ал адамдар болса күйбең тіршілікпен әлек болып жүр қазір. Әрқайсысының өзінің жаңағындай тиісті материальный проблемалары бар, материяға мұқтаждығы бар, кредиті бар, басқа бар деген сияқты. Сырттағы болып жатқан құбылыстармен ешкім былайынша айтқанда қатты бүйтіп басын ауыртып жатқан жоқ. Мә ана жақта кеше қар жауыпты ғой, мына жақта бұршақ жауыпты ғой дейді да қоя салады да. Ал осы нәрсенің бәрін мен осы жұмыстың несімен, осы жұмыс осы салада жүргендіктен көзбен көріп жүрмін да болып жатқан нәрселерді.